Сәлеметсіздер ме? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай кентіндегі Жауқазын бөбекжайының тәрбиешісі Демегенова Қансұлу Айтжанова. Менің жобамның тақырыбы ағаштан жасалған әлем балабақшадағы экологиялық шығармашылық шеберхана. Барлық ағаш тұқымнан басталады. Ол топырақтардағы минералдардан, күн жарығынан және судан энергия алып өседі. Тіршілікке қажетті оттегі береді. Ағаштар топырақты қорғайды, суды сақтайды, жануарларға мекен береді. Ағаш шеберханаларға жеткізгеннен кейін бірнеше кезеңдерден өтеді. Өңделеді, кесіледі және сұрыпталады. Балаларға табиғи материалдарды қолдану, сенсорлық даму, моторика және зейінді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Ағаштан дамытушы материалдар жасауға болады. Мысалға, логопедтің құралдары, әріптер, конструкторлар құрастыруға болады. Ал ағаш бұл пластикке қарағанда өте қолайлы, балалардың денсаулығына қауіпсіз және өңделгіш болады. Ал пластиктер бұлар экологиялық зиян келтіреді. Ағаштардың әртүрлі ерекшеліктері бар. Бұл балабақшадағы бұйымдардың сапасын анықтайды. Ағаш бала денсаулығына әсер ететін тактильді материал, жүйке жүйесін тыныштандырады. Музыкалық аспаптардың дыбысын анық естілтеді. Бұл баланың есту мәдениетін дамытуға көмектеседі. Табиғи материалдар денсаулыққа қауіпсіз, тактильді, жылы және биологиялық ыдырайды. Ағаштан жасаған жұмыстарымды бағалап және еңбектің мәнімен таныстыру тәрбиенің ең құнды бөлігі болып табылады. Бір бұйым 1000 ойдан, 100 өлшеп, бір кесуден басталады. Ағаштан жұмыс істеу тек шеберлік қана емес, табиғатты сезіну және тәрбиелеу мәдениеті. Бүгінгі жобама байланысты өзімнің ағаштан жасалған бұйымдармен таныстырып өтсем, бұл балалардың қатты ағаштан кесіп жасалған, бұл балалардың қол моторикасын дамытуға, бұл суреттегі шыршаның ойыншықтары, яғни. Және бала осы шыршаның ойыншықтарына жұмсақ резинкені байлау арқылы саусақ моторикаларын дамытады. Бұл баланың қолдарына ешқандай қауіп түсірмейді. Келесі бұл да ағаштан жасалған, ағаштан кесіліп жасалған, ешқандай баланың қолына зиян тимейтін, барлығы боялған, ермек саздан жасалған бұйым. Балалардың түсіне қарай қызығушылығын арттыруға болады, және баланың ермек сазбен жұмысын осы тақтайдың бетіне түсіруге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Келесі жұмысым бұл да ағаштан жасалған, жан-жағы жіптен әшекейленген. Бұл да балалардың саусақ моторикасын дамытады, яғни бұл экологиялық табиғи материал ағаштың бұталарынан алынған. Оған балалар қол моторикасын, яғни саусақ моторикасын дамыту арқылы жапырақтарды осы орынға бекітеді. Келесі менің бұл да ағаштан кесіліп жасалған түтікшелер және жіппен ешқандай қауіпті емес ине балаларға арналған. Осы түтікшелердің ортасымен бала жіпті өткізу керек. Және саусақтары шаршаған жағдайда жан-жақтағы түтікшелерде алақанымен уқалау арқылы саусақтарын демалтып, сергітіп, қайтадан жұмысты бастауға
өте ыңғайлы деп ойлаймын. Келесі жасаған дүние бұл да ағаштан кесіліп жасалған. Бұл топқа балаларға көрнекілік ретінде бұл үй жануары қойды белгіледім. Жасыл шөптермен және ағаштан қора жасалды. Бұл біздің ұйымдастырылған іс-әрекетімізге көрнекілік болып саналады. Келесі бұл да ағаштан жасалған, жан-жағын жіппен және ағашпен әшекейледім. Бұл пазл ойыны балаларға арналған. Бұл да ағашқа бекітілген. Балаларға ешқандай қауіпсіз. Балалар пазлды құрастырып өзінің орнына орналастырады. Бұл келесі менің жасаған бұйымым. Келесі жасаған қолөнерім бала. Бұл жіңішке түрлі түсті ағаштардан мен үйдің құрылысын жасадым. Яғни балалар осы түрлі түсті таңдай отырып, балалар мына алдарындағы балапанды орнына орналастыру арқылы саусақтарының моторикасы дамиды. Және бұны топқа көрнекілік ретінде де қолдануға болады. Ал келесі менің жасаған бұйымым, бұл да үйдегі қолданып жүрген біздің тақтайымыз. Осыны табиғи материалдардан әшекейлеп, осындай әдемі топқа көрнекілік ретінде пайдалануға жасадым. Табиғатты қорғау сөз емес, біз әр ағаш өмір, әр еңбек құндылық, біз табиғатпен біргеміз. Ағашпен жұмыс тек қолөнер емес, бұл шыдамдылық, ойлау, қамқорлық және өмірді бағалау мектебі деп санаймын.